Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте пайдалы, ашытқысыз, глютенсіз, пайдалы нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тары мен жасыл құмық керек, яғни пшено мен зеленая гречка. Нанды пісірмес бұрын тарымыз бен жасыл құмығымызды жуып, салқын суға және де салқын су құйып, бір түнге қойып қоямыз. 6-8 сағаттан соң дайын болған біз жаңағы жасыл құмық пен тарымызды суын төгіп, қайтадан жуып тазалап аламыз. Одан кейін осылай ситоға салып қоямыз, өйткені барлық суы сарқылуы керек. Одан кейін осы жасыл құмық пен тарымызды блендерге салып, су құйып, араластырып бір массаға келтіреміз. Мінекей осындай қоймалжың қою масса шығады. Үстіне льонды езіп саламыз, тұзын, бұрышын және де қант салсаңыздар да болады. Менде сироп топинамбура және де сұйық май немесе жаңағы оливковый май қоссаңыздар болады. Лимон сығындысын саламыз және де тағы да бір араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Ыдысымызды майлап, осындай қоймалжың бір қалыпты массаны формаға салып, бетіне қалаған дәндеріңізді сепсеңіздер болады. Шемішкенің дәні, асқабақтың дәні, мендегі кунжут дәні. Мінекей нанымыз пісті. Өте дәмді, дәмі ерекше. Тары қосқаннан кейін дәмі мүлде басқа болады. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ас болсын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар.